Әдетте біз теңдеулерді шығару барысында белгілі бір алгоритм бойынша жұмыс жасап, теңдеудің түбірлерін табатынбыз. Бірақ кейбір теңдеулердің формасы ерекше болуы мүмкін. Және оларды шығару үшін біз қандай да бір басқа әдістерді қолдануымыз қажет. Мысалы, келесі теңдеуге назар салайық. 4х куб минус 3х минус түбір астындағы 7 тең 0. Бұл жердегі x минус 1 мен 1-дің арасында. Есептің шығару жолын қарамас бұрын, сіздер өздеріңіз ойланып көрсеңіздер болады. Ал егер біз x-ті жасан сыртына шығарып, қандай да бір іс-әрекеттерді орындасақшы. Бірақ оданша біз есептің екінші шартына қарайық. x минус 1 мен 1-ді қоса алғандағы аралықты ғана қабылдайды. Ал математикадағы қандай концепт x-тің мәнін минус 1 мен 1-дің аралығында шектейді. Егер мен графикті салып, x-тің мәндеріне шектеу қойсам не болады? Оның бірлік шеңбер екенін көріп, x-тің шын мәнінде тригонометриялық функциямен сипатталатынын көруге болады. Шынымен де косинустың мәні минус 1 мен 1-мен шектеледі. Демек біз оны x-тің орнына қойып, теңдеуді түрлендіре аламыз. Сонда бізде осындай тригонометриялық теңдеу шығады. Ал енді косинустарға назар салсақ, біз олардың косинус 3 альфа формуласына сәйкес келетінін көре аламыз. Осы формула орнынан қоямыз да, косинус 3 альфа тең түбір астындағы 7 деген теңдік шығады. Алайда ол жалған. Себебі косинустың аргументі шексіз көп мәнді қабылдаса да, функцияның өзі, яғни x, тек минус 1 мен 1-дің арасында болуы шарт. Ал түбір астындағы 7 1-ден үлкен. Демек, теңдеудің нақты шешімі жоқ.